Сәлеметсіңдер ме балалар, қалайсыңдар? Бүгін 5-ші сыныптың 14-ші сабағын өтетін боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз қазақстандық дизайнерлер. Алдымен каналға тіркеліп және лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Бірінші тапсырма: суреттерге қарап бүгінгі тақырыптың не туралы болатынына болжам жасаңдар. Суретте дизайнерлер, сәнгерлер және тігіншілер көрсетілген, сондықтан бүгінгі тақырып дизайнерлер мен тігіншілер жайында болмақ. Екінші тапсырма: мәтінді оқыңдар, сұрақтарға жауап бере отырып ойларыңды ортаға салыңдар дейді. Қазақстандық дизайнерлер қазіргі таңда биік жетістіктерге жетті. Айда Қауменова, Ая Баппани, Сәкен Жақсыбаев, Құралай Нұрқаділова, Айгүл Қасымова, Лария Жақанбаева, Салтанат Баймұхамедова сынды дизайнерлер отандық жұлдыздардың арасында өте танымал. Адам көрпі, шүберек, шебердің қолы ортақ дейді халық. Қазақстан эстрадасының жұлдыздары, танымал жүргізушілер отандық дизайнерлердің киімдерін кие бастады. Қазір бәріне белгілі шетелдік Dolce Gabbana, Louis Vuitton, Gucci сынды брендтерді Ая Баппани, Айда Қауменова шығарған киімдер алмастырып отыр. Біз енді сұрақтарға жауап бере кетейік. Бірінші: дизайнер мен тігінші мамандығының байланысы бар ма? Олардың айырмашылығы неде? Қандай қазақстандық дизайнерлерді білесіңдер? Отандық және шетелдік дизайнерлердің қандай атақты киім маркаларын білесіңдер? Дизайнер мен тігінші мамандығының әрине бір-біріне байланысы бар. Екі мамандық бір-бірімен тығыз байланысты. Тігінші киімді арнайы дизайнмен тігеді, ал дизайнер сол дизайнды, өлшемдерді ойлап табатын маман. Дизайнерлер кейде өздері де тіге береді. Қазақ дизайнерлерінен Айда Қауменова, Наиль Байкучуков және Ая Баппани секілді сәнгерлерді айта кетсек болады. Бұл қазақ брендтерінің, яғни өздерінің аттарымен атайды екен, киімдерінің брендтерін осылай атайды екен. Ал шетелдік дизайнерлердің брендіне келетін болсақ, мысалы Versace дизайны Джанни Версачидің дизайнердің бренді екен. Габриэль Коко Шанельдің Шанель атты брендін білеміз, және Гуччидің Гуччи атты әлемдік дизайнер брендін білеміз. Үшінші тапсырма: отандық дизайнерлер шығарған киімдерді киген дұрыс па? Тақырыбында өз ойларыңды 4 сөйлем тәсілі арқылы жеткізіңдер. Бірінші пікір: өзіндік пікірлеріңді бір сөйлеммен жазыңдар. Екінші дәлел: өз пікірлеріңді бір сөйлеммен дәлелдеңдер. Мысал: пікірлеріңді өмірмен байланыстырып мысал келтіріңдер. Қорытынды: тақырып бойынша қорытынды шығарыңдар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жалпы тоғыспалы ықпал, сөз тіркестерінің, біріккен сөз сыңарларының аралығындағы көршілес дыбыстардың бір-біріне ілгерінді де кейінді де әсер етуі. Сол арқылы басқа да дыбысқа ауысуы. Мысалы: есжан, есжан, жас жігіт, жас жігіт айтылуымен, яғни естілуінде екі түрлі әріпке дыбысқа өзгертіп жіберіп жатыр. Ендеше дәлелімізге көшейік. Бірінші пікіріміз: қазақ халқы ұлттық брендтерді кисе дұрыс болады деп ойлаймыз. Ол біздің пікіріміз. Енді дәлел: себебі өз брендімізді кию арқылы оны әлемдік брендке айналдыруға мүмкіндігіміз бар. Мысалы, егер ұлттық киім брендімен саяхаттасақ, ол киімге қызығушы өзге ұлттар болуы ғажап емес. Яғни біздің жұлдыздарымыз ол брендті таныта бастаса, ол әлемдік брендке шығуы мүмкін. Қорытындылай келгенде, Gucci, Versace секілді әлем брендтерінен қазақ брендтері кем түспейді деп дәлелдесек, яғни қорытындыласақ болады екен. Келесі тапсырма: мәтіннен қосымшалы зат есімдерді теріп жазып, буын үндестігіне бағынатын және бағынбайтын сөздерді т кестесіне түсіріңдер. Яғни бірінші қатарға буын үндестігіне бағынатын сөздер, екінші қатарға буын үндестігіне бағынбайтын сөздерді аламыз. Бізде буын үндестігіне бағынатын сөздерге жетістіктерге, отандық, жұлдыздардың, шебердің, жұлдыздары, жүргізушілер, шетелдік, брендтік, бәріне, киімдер, шығарған, алмастырып, сынды деген секілді сөздер жатады екен. Яғни ешқандай да арасында араласып, жіңішке немесе жуан буындар араласып тұрған жоқ. Ал буын үндестігіне бағынбайтын сөздерге келетін болсақ, мысалы дизайнер дегенде дизайн сөзі, яғни жуан болып тұрса, оған жалғанған қосымша
яғни жіңішке болып тұр. Сондықтан бұл буын үндестігіне бағынбайды. Қазіргі эстрадасының және де бұл жердегі адамдардың тегі, Қауменова, Баймұхамедова, Нұрқаділова, Жақанбаева, Жақсыбаева. Бұл жердегі буын үндестігін бағынбайтын, яғни бұзып тұрған қосымшалар бұл Ева, Ова секілді орыс тілінен алынған қосымшалар екен. 5-ші тапсырма. Екі тапсырманың бірін орындаңдар. Суреттегі қазақстандық дизайнерлер туралы ізденіп қысқаша дерек жазыңдар. Ықпал түрлерін көрсетіңдер дейді. Біріншісі Құралай Нұрқаділова, екінші Берік Исмайылов. Дизайнер болғым келеді немесе дизайнер мамандығының қыр-сыры тақырыбында қысқаша мәтін жазып, ықпал түрлерін көрсетіңдер. Ендеше бірінші тапсырманы орындап, Берік Әбдішұлы Исмайылов жайлы қысқаша өмірбаянын айта кетейік. Ол 1962 жылы 15 наурызда Қызылорда облысының Жаңақорған ауданында дүниеге келген екен. Модельер, конструктор, халықаралық дизайнерлер қауымдастығының мүшесі екен. Берік Исмайылов авторлық және сан-салонның директоры болған. Омбы политехникалық институтының Мәскеудегі Любовь Красникова Аксенова авторлық мектебінің түлегі. Қазақтың ер азаматтары арасында сирек кездесетін ісмерлік өнері қанмен дарыған Берік Исмайылов сән бизнесінің құпияларымен бөлісе келіп, өзінің алғашқы мамандығы авиациялық зауыттың инженер-конструкторы болғанын айтады. Он саусағынан өнер тамған ол қазір халықаралық дәрежеде кең таныған сәнгер. Өкінішке орай бізде бұл дизайнер кісі, яғни қайтып өмірден өтіп кеткен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа көп-көп рахмет. Сабақ ұнаса лайк басып тіркеліп қойып отырайық балалар. Сау болыңдар.